Құрметті тыңдарман, өмірлеріңізде кейіпкердің тағдырына ұқсастық болса, ой бөлісе кетіңіздер. Әйел 40 шырақты деген сөзбен келісесіздер ме? Пікір қалдырып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Айжан кешкісін күйеуіне қоңырау шалды. Телефон ұзақ шырылдады, бірақ ешкім көтермеді. Ішін бір белгісіз күдік қарып өтті. Ол киініп сыртқа шықты. Саябаққа қарай жақындай берген еді, дәл сол сәтте күйеуін көрді. Қасында басқа жас қыз бар еді. Екеуі асығыс кетіп бара жатты. Айжанның жүрегі дүрсілдеп кетті. Неге жауап бермеді? Неге мені алдады деген ойлар санасын шырмады. Көңілінде ауыр сезімдер арпалысып көзінен жас шықты. Бірақ ол өзін ұстап терең демалды. Мен шындықты білуім керек. Қашып құтылмайды деді іштей. Сол түні Айжан ұзақ ойға шомды. Өмірінде алғаш рет өз бақыты үшін күресу керегін түсінді. Айжан таңды көз ілмей қарсы алды. Көңілі алай-дүлей, жүрегі жаралы. Кешке күйеуі үйге кіргенде Айжан сабырлы да салқын жүзбен қарсы алды. Кеше қайда болдың? Деді ол жай ғана. Күйеуі тосылып қалды. Жауап таба алмай көзін тайдырып әкетті. Айжан оның үнсіздігінен ақ бәрін түсінді. Мен сенен шындықты ғана сұраймын. Өтірікке орын жоқ. Егер жүрегің басқаға кеткен болса, мені алдама. Мен өз жолымды табамын, деді Айжан, даусы дірілдесе де, сөзі нық шықты. Күйеуі үнсіз қалды. Біраз уақыттан соң мен қателестім, деді ол, даусы бәсең шықты. Айжанның жүрегі тағы да сыздап өтті. Бірақ ол бұрынғыдай әлсіз емес еді. Қателікті мойындау бір бөлек, ал сенімге қайта ие болу мүлде басқа. Мен өз өмірімді сенің шешімдеріне байлап қоя алмаймын, деді ол нық үнмен. Осы сөздерден кейін бөлмеде ұзақ үнсіздік орнады. Күйеуі басын төмен салды, ал Айжан терезеге қарап ойға батты. Айжан ішінен күйеуімнің сатқындығын кешіре алмаймын деп қайталады. Күйеуі үнсіз, кінәлі күйде отырды. Бірақ Айжан оған қарай алмады, оның болашағы басқа жақта екенін сезді. Мен енді сенімен бір шаңырақ астында тұра алмаймын, деді ол сабырлы дауыспен. Күйеуі бірдеңе айтқысы келді, бірақ сөз таба алмады. Айжан есікті ашып сыртқа шықты. Қала көшелері оған бұрынғыдан да кең, жарық көрінді. Әр қадамында ол өз еркіндігін сезінді. Осы сәттен бастап Айжан жаңа өмірге қадам басты. Айжанды алғашқыда жалғыздық сезімі мазалағанымен, ол біртіндеп өзіне уақыт бөле бастады. Жаңа кітаптар оқыды, сурет салуға кірісті, бұрынғы армандарын қайта еске алды. Көшеде серуендеп жүргенде ол бір көрмеге тап болды. Көрмеде жас суретшілердің туындылары қойылған еді. Айжан кенеттен бір суретке тоқтап қалды, онда елдің көзіндегі қайғы мен үміт қатар бейнеленген. Бұл сурет оған өзінің ішкі күйін еске салды. Сол жерде ол суретшімен танысты. Ерлан ойлы, жылы жүзді адам еді. Әңгімелері ұзаққа созылып, Айжан оның жан дүниесінен мейірім мен түсіністік тапты. Айжан алғаш рет жүрегінде жаңа бір сезімнің ұшқынын байқады. Бұл сезім оған өткеннің ауыртпалығын жеңіп, болашаққа сеніммен қарауға күш берді. Айжан көрмеден кейінгі күндері ерекше өзгерді. Ол жаңа танысы суретші Ерланмен жиі кездесіп жүрді. Әңгімелері жеңіл, ойлары терең еді. Ерлан оның жан жарасын түсінгендей, әр сөзінде үміт пен сенім сыйлайтын. Айжан алғаш рет ұзақ уақыттан кейін күліп, өмірдің әдемілігін қайта сезінді. Ол енді өткеннің ауыртпалығына байланбай, болашаққа сеніммен қарай бастады. Күйеуі болса Айжанның өзгерісін байқап қайта оралғысы келді. Бірақ Айжан жүрегінде шешім қабылдап қойған еді. Менің өмірім жаңа бетке ашылды. Сенімсіздікке қайта оралмаймын, деді ол сабырлы дауыспен. Осылайша Айжан өз тағдырын өзі таңдап, жаңа өмірге қадам басты. Оның жүрегі енді еркін, ал болашағы жарық еді.